Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен шеге терапиясы туралы сөйлесетін боламыз. Видеоны көрмес бұрын маған подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Ем-домның айықтыруда дәстүрлі және дәстүрлі емес медицина түрлі терапияда қолданылады. Бүгінгі әлеуметтік желілерде шеге терапиясы туралы көбірек айтылып жүр. Шеге тізілген ағаш тақтайшада тұрудың қандай пайдасы бар? Аталған терапия жайлы білу үшін мамандармен тілдесіп, нақты пайдасы туралы сұрадық. Сонымен қатар психологтың пікірін білдік. Аталған терапияның үш негізгі пайдасы бар. Саналы түрде эмоциясын басқаруды үйретеді. Дененің физикалық жағынан жақсарту тұрғысынан икемділікке, стресс пен ауырсынуды және салмақ азайтуға көмегін тигізеді. Оған қосымша бойындағы өкпе ренішті, үрей, қорқыныш, бала кездегі травмаларды сыртқа шығарады. Адамның табанында 70 мыңнан астам жүйке нүктесі бар. Соларға массаж жасағанда қан айналымы жақсарады, гормондары қалпына келеді. Ұйқы безі, бүйрек үсті безінің жұмысы жақсарып, ол барлық сезім мүшесінің жұмысынан оң әсер етеді. Түрлі шеберлік сыныптарынан қатысқан ұстаздарымыз йоганың 50-ден астам ауруға ем екенін айтады. Себебі көп ауру қан айналымының дұрыс болмауынан туындайды. Бастапқыда қорқынышты көрінеді. Шеге үстіне шыққанда адам аздап ауырсынуды сезінеді. Терлеуі де қалыпты жағдайға жатады. Психикалық бұзылулар, органикалық жүрек ауруларында, қан ауруларында қатерлі түзілімдер шеге йогасының үшін уақытша қарсы көрсетілімдер бар. Созылмалы аурулардың өршуі операциядан кейінгі кезең, толық асқазан, терең массаж курсында тыйым салынады. Жүкті әйелдер мен емізулі баласы бар аналарға да уақытша айналыспай тұрғаны дұрыс деп ойлаймыз. Тақтайда тұру адамның өзін ұстауда, әсіресе мінез құлқын бақылауда пайдасы бар. Елордада жүргенде достарым осы терапияны қабылдап айтты. Ізденіп шеге йогасын пайдасын зерттеп көрдім. Медициналық ем түрінде емес, ара-тұра өзімнің ойымды жүйкелеп алуға пайдаланамын деп жазады желі қолданушылары. Түйін, жан мен тәннің үйлесімділігін арттыратын түрлі жаттығулармен айналысып, денеңізді төзімділікке үйретіп, ағзаның психологиялық және физикалық қызметтерін басқаруға дамытыңыз. Сұлу мүсінге қол жеткізіп, үнемі көтеріңкі күйде һәм сау саламатты боласыз. Бұл мамандардың пікірі.